Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлфия. Бүгін осы бейнеде тауық сорпасын жасау жолымен бөлісемін. Сондықтан осы бейненің соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен тауықтың жұмсақ етін 4 бұрышты етіп тураймыз. Кез келген формада турай берсеңіздер болады. Достар, осы YouTube каналымда тұрақты түрде жаңа рецепттермен бөлісемін. Жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін осы бейненің астындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Тауық етін ұсақтап тураймыз. Тауықтың сүйегін де қосуға болады сорпаға. Мен тек жұмсақ етін ғана қостым. Тауық еті дайын. Содан кейін пиязды тураймыз ұсақтап. Барлық қажетті заттарды осы бейненің астына жазып қоям. Сол жерден көрсеңіздер болады. Пияздан кейін сәбізді де ұсақтап 4 бұрышты етіп тураймыз. Сәбізді үкіштен өткізуге де болады ұсақтап. Бір сәбіз қосамын. Чеснок тураймыз. Мен 2 чеснок қостым. Дәміне қарай көп қосуға да болады. Ыдысқа май құйып, жоғарғы отта тауық етін жақсылап қуырып аламыз. Қызып тұрған майға саластыр. Жақсылап араластырамыз. Содан кейін пияз қосамыз. Тауықтың еті өте тез піседі, сондықтан көп ұзақ араластырудың қажеті жоқ. Сәбіз қосып, жақсылап жоғарғы отта араластырып қуырып аламыз. Өте тез қуырылады. Ең артынан туралған чеснокты қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Жоғарғы отта барлық көкөністерді етпен қуырып аламыз, себебі тез қуырылады, етті тез піседі. Содан кейін су құямыз. Мен су құйдым, қайнаған суда құюға болады. Дәміне қарай тұз қосамыз, жақсылап араластырып, қақпағын жауып қоямыз жоғарғы отта. Су қайнағаннан кейін отты төмендетеміз. Картопты 4 бұрышты етіп тураймыз. Су қайнаған кезде бірден картопты саламыз, себебі тауықтың еті өте тез піседі. Қайнатудың қажеті жоқ, қуырған кезде пісіп кетеді. Картоп дайын, кастрюльге саламын. Барлық картоп саламыз. Төменгі отта картопты пісіреміз. Картоп толығымен піскеннен кейін макарон саламыз. Мен осындай гнезда макарон салдым, 3-еуін. Және жақсылап араластырамыз. Макарон өте тез піседі. Ортаңғы отта пісіремін. Ыдыстың қақпағын жауып. Макарон піскеннен кейін бірден отты өшіреміз. Жақсылап араластырып, клейге қосамыз. Менде 10% клейге немесе сүтте қосуға болады. Тауық сорпасы өте тез дайындалады. Өз қалауларыңыз бойынша көкшіп қоссаңыздар болады. Мен укроп қостым. Мен үнемі жасаймын, отбасыма қатты ұнайды, балаларға да ұнайды. Сондықтан осы бейнедегі рецепт бойынша жасап көріңіздер. Егер дайындасаңыздар, комментарий бөлімінде бөлісуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Гүлфия.